Бұл жерде осындай болашақ нәрестелер ұрық ретінде сақталады, кейін анасының құрсағына салынып, уақыты жеткенде дүние есігін ашады. Тіпті в данном месте мы замораживаем эмбрионы. Мына жерде біз эмбриондарды қатыру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Егер емделуші ұрықты кейін саламын деп шешім қабылдаса, не кейін генетикалық тест жасаймын десе, осы жерде қатырылып сақталады. Сперматозоид пен аналық жасушаның қосылуынан пайда болған бірнеше эмбрионды әзір жадырға тасымалданбаған жағында арнайы генетикалық тексеруден өткізіп, арасынан таңдап, дені сау ұрықты ғана салу әдісі қазір кең қолданылып келеді. Мұны имплантациялды генетикалық тест дейді. Өте әдемі, керемет эмбрион, бірақ бұл әдемілігі генетикалық статусын жақсы деп айтуға болмайды. Эмбриологтың бұл әрекеті ұрыққа құдды бір ота сияқты әсер етеді екен. Сондықтан биопсия кезінде әр эмбрион түрлі мінез көрсетеді. Мына жерде сынаманы тек ұрықтың сыртқы қабатынан, яғни болашақ жолдасынан ғана алып жатыр. Егер ортасына қарай өтіп кетсе, толық эмбрионға зақым келуі ықтимал. Дегенмен екі қабатта бірдей мәліметке ие дейді маман. Мен эмбрионды орнына қайтарып қойдым. Қазір жаңағы клеткаларды біз клеткаларды алдық, кішкентай кусочекті, соны кішкентай пробиркаға саламыз. Енді алынған мәлімет шамамен бір ай тексеріледі. Кейін нәтижесі шыққан кезде сау ұрық таңдалып алынады. Ол бірнешеу болуы ықтимал. Жалпы ұрықтардың ішінен ең жарамдысын таңдап алу әдісі, егер бала көтергісі келетін жұптағы ер адам 40-тан асса, ал әйелі 35-тен өтсе, не бірнеше мәрте түсік тастаса жасалады. Одан бөлек екі жақтың бірінде, не екеуінің де туыстарында қандай да бір генетикалық сырқат анықталса, не бұрын туған балаларында сондай ауру түрі болса да, осы тестті жасау ұсынылады. Все пары, кто планирует беременность. Жүктілікті табиғи жолмен не жасанды ұрықтандыру арқылы жоспарлап жүрген барлық жұп генетиктің тексеруінен өту керек. Кез келген сау адам кемінде 6 аурудың тасымалдаушысы болуы ықтимал. Оның сырттай белгісі жоқ, тіпті сезінбеуі де мүмкін. Егер осындай бірдей генетикалық ерекшеліктің тасымалдаушысы бір-бірімен кездесіп қалса, мутация әсерінен бұл болашақ сәбиге де берілу қаупі жоғары дейді мамандар. Деніңіз сау болсын, көрермен.